Білімді бақылау және бағалаудың түрлері, әдістері және формалары. Педагогика ғылымы саласында білім, білік, дағдыны бақылаудың көптеген түрлері кең тараған. Мысалы, ғалым педагогтар Бабанский, Сорокин бақылауды күнделікті, оқтын, қорытынды деген пікірлер айтады. Күнделікті бақылау оқыту процесінде күнделікті қолданылады және сабақ барысында оқушылардың оқу танымдық әрекетіне басшылық жасайды. Ол ішкі және сыртқы байланысты жан-жақты жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады. Соның негізінде оқушылардың келесі оқу әрекетіне ықпал етеді. Күнделікті бақылау мұғалімнің жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына жүйелі түрде бақылау жасау көмегімен жүргізіледі. Бақылаудың бұл түрі оқушылардың сынып немесе үй тапсырмаларын өз бетінше орындауға деген ниеттері мен берілген тапсырманы орындауға деген олардың қызығушылығы және жауапкершілік сезімін ынталандыруда үлкен маңызға ие болады. Тақырыптық бақылау оқу бағдарламасындағы белгілі тақырыптар бойынша өткізіледі. Сабақтың тақырыбы және әрбір кезеңдері негізінде оқушылардың білімді, іскерлікті, дағдыны игеру тексеріледі. Сонымен бірге мұғалім және тақырыптың кейбір басты мәселелерін өткен сабақтардағы оқу материалдарымен толықтырылады. Кейбір ұғымдарды, анықтамаларды, ғылыми ережелерді оқушылардың есіне салады. Қорытынды бақылау барлық пәндер бойынша жыл аяғында өткізіледі. Бақылау процесінде тақырыптық және тарау бойынша бақылау нәтижелері есепке алынады. Оқушылардың жыл бойында алған теориялық және тәжірибелік білімдері анықталады. Сондықтан, қорытынды бақылаудың негізі емтихан және оқушылардың жылдық үлгерім бағалары болады. Емтихан мен жылдық үлгерім бағаларынан педагогикалық кеңестің шешімі бойынша қорытынды бағалар шығарылады. Бақылау әдістері арқылы оқушылар жұмысының тиімділігі мен мазмұны туралы кері байланыс қамтамасыз етіледі. Бақылау әдістеріне ауызша, жазбаша және графикалық бақылау әдістері жатады. Бұл әдістерге қарағанда бағдарламалап бақылау әдістерінің өзіндік ерекшелігі бар. Олар машинасыз және машиналы бағдарламалап бақылау әдістеріне бөлінеді. Машинасыз бағдарламалап бақылау әдістері бойынша перфокарталар және бақылау карталарын қолданып, оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін анықтайды. Мұғалім оқыту және білім беру мазмұны бөлімі бойынша 20-25 сұрақтар дайындап, әрбір сұраққа 4 вариантты жауаптың мазмұнын жазады. Олардың ішінен бір сұраққа ғана дұрыс жауап беріледі. Қалған сұрақтар варианттары дәл емес, толық емес немесе басқа тектес ұғымдарға сәйкес келеді. Бақылаудың тағы бір бөлігі кейбір жағдайда тапсырмалар түрі деп ұғынылады. Немесе оқушылар әрекетінің түрі болып, баяндама, хабарлама, оқушы әңгімесі, мұғалім сұрағына жауап беру, тағы басқа. Білімді бақылау және бағалау ғылыми дәлелденген тәжірибеде қолданылған принциптер негізінде жүргізіледі. Әділдік, жан-жақтылық, жүйелік, жеке даралық, дифференциалдық және тәрбиелік. Әділдік, шындық, білім сапасының нақтылығы, баға өлшемі мен ережесі нормасына қатысты. Бұл субъективтік факторларды болдырмауды көздейді. Жүйелік, бірізділік. Әрбір сабақ тақырып бойынша оқушылар оқу әрекетінің басқа буындарымен байланыстыра қаралып, оқыту процесінің барлық кезеңдерінде бақылау жүргізуді көздейді. Түйінді сұрақтар бойынша оқыту нәтижесін қорытындылау, тақырыптық бақылау, сабақтар бойынша бал қою, тағы сол секілділер. Жеке дара қатынас, әрбір оқушының ерекшелігін бағалау, оның қабілеті, бейімділігі, денсаулығы, оқу әрекеті тағы басқа қарастырылады. Жан-жақтылықта бақылау оқу бағдарламасының барлық бөлігін қамтиды. Оқушылардың теориялық білімдерін, интеллектуалдық және практикалық білік пен дағдысын бақылауды қамтамасыз етеді. Дифференциалдық қатынас.
әрбір пәннің ерекшелігін, жекелеген бөлімдерін, сонымен бірге оқушылардың жеке дара қасиетін ескеріп, соған сәйкес бақылаудың әртүрлі әдістерімен мұғалімнің педагогикалық әдеп сақтауын талап етеді. Жоғарыда айтылған талаптарды орындау ең алдымен бақылаудың сенімділігін және оқыту процесінде өздерінің алдында тұрған міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді. Бақылауда әртүрлі қателіктер мен сәтсіздіктердің болмауына кепілдік жасайды. Оқушылардың білім, білік және дағдыларын бақылау, бағалау педагогика ғылымы мен практикасында белгілі бір әдістерді қолдану негізінде жүзеге асады. Олар мыналар: ауызша баяндау, әңгіме, жеке дара, топтық, фронталдық сұрақ. Жазбаша бақылау, диктант, шығарма, таблица, схема, суреттер құрастыру. Практикалық бақылау, лабораториялық жұмыстардың еңбек операцияларын орындау, тәжірибе жүргізу. Машиналы бағдарламалап бақылау, перфокарталар, бақылау карталарын, дұрыс жауаптарды, диафильмдерді қолдану. Өзін-өзі бақылау, бағалау, қателерді болдырмау, оларды түзеу, оқудағы өз жетістіктерін бағалау, соған сәйкес балл қою. Оқыту процесінде бақылаудың фронталдық, топтық және дербес формалары қалыптасқан. Оның тиімділігі мұғалімнің оларды дұрыс ұйымдастыруына байланысты. Фронталдық бақылау жағдайында барлық оқушылар сұрақтар немесе мазмұны бірдей тапсырмалар беріледі. Оларды орындау барысында оқушылар арасында ынтымақтастық, жолдастық сезім пайда болады. Бір-біріне сұрақтар қойып, жауаптарын толықтырады. Орындалған жұмыстарды өзара тексеріп іске асырады. Демек, бірігу іс-әрекетінде әлеуметтік құнды мотивтер қалыптасады. Топтық бақылауда белгілі оқушылар тобы сабақ барысында мұғалімнен тапсырмалар алып орындайды. Кейде кейбір оқушылар түрлі себептерге байланысты қосымша көмекті қажет етулері мүмкін. Сондықтан олардың жұмысын ерекше еске алған жөн. Бақылаудың дербес формасы әрбір оқушының білімін, іскерлігін және дағдысын терең, жан-жақты анықтауға мүмкіндік береді. Дербес бақылау бағдарламалап және дифференциялы оқыту барысында жақсы нәтиже береді. Дербес бақылауда оқушылар жауабының логикалық бірізділігі, олар өз пікірлерін қалай байымдайды, қалай дәлелдейді. Міне осы мәселелерге аса көңіл аудару керек. Оқыту процесінде оқушылардың өзін-өзі бақылауы өте қажет. Олардың оқу бағдарламасы, материалы мен игерген іскерлігі және дағдысының беріктігі жайлы ақпарат алуын қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тексеру арқылы оқушылардың алған біліміне сенімі артады. Орындаған жаттығу, есеп шығару және тәжірибе жұмыстарының нәтижесін бағалайды. Баға білімді есепке алу ғана емес, ол тәрбиелік құрал. Сондықтан оқушы білімін бағалауда немқұрайлыққа салынуға болмайды. Баға балл есебінде көрсетіледі. Келесі кезекте баға және оның өлшемі қандай, соған тоқталамыз. Қазіргі кезде білім беру саласының барлық құрылымында оқу таным әрекетінің сапасын анықтайтын дәстүрлі 5 балдық жүйелер қолданылады. 5 бағасы оқу материалын толық және дәл логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылады. 4 бағасы оқу материалын толық біледі, бірақ болар болмас кемшілігі бар жауапқа қойылады. 3 бағасы жауабы негізінен дұрыс, бірақ толық емес, білімінде кейбір проблемалар еске алынбаған жауапқа қойылады. 2 бағасы оқушы жауабында қателер, білімінде елеулі кемшіліктер бар жауапқа қойылады. 1 бағасы тексерілген оқу материалы бойынша білімі жоқ, толып жатқан өрескел қателер үшін қойылады. Зачет, сынақ. Қорытынды бақылаудың айрықша түрі. Ол белгілі бір тарау немесе тақырып бойынша атқарылған оқу жұмыстарының бүкіл өн бойында мұғалім қолданған тексерудің барлық түрлерін ескере отыра қойылады. Ол оқу бағдарламасының негізгі бөлімдері және тақырыптағы білім, білік, дағдыларды жүйеге келтіру, тереңдету міндеттерін шешеді. Емтихан оқушылардың білімін қорытынды тексерудің және бағалаудың арнаулы формасы. Ол оқушылардың білімін жинақтауға және бір жүйеге келтіруге, оларды оқу жылы бойынша оқуға ынталандырады. Оқу жұмысының сапасын арттыруға көмектеседі.
емтихан мен жылдық үлгерім бағаларынан педагогикалық кеңестің шешімі бойынша қорытынды бағалар шығарылады.